Армысыздар. Алматы облысында өткен апта ел назарын аудартқан маңызды оқиғаларға, жаңа бастамалар мен мазмұнды іс-шараларға толы болды. Өңірдің қоғамдық саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени өміріндегі жаңалықтар Алатау арайы, Агни Алатау және Алатау Ньюс ақпараттық алаңдарында тұрақты түрде жарияланып отырды. Ендеше аптаның ең маңызды жаңалықтарына бірге шолу жасайық. Апта басында Алматы облысы әкімі Марат Сұлтанғазиевтің төрағалығымен жарты жылдық қорытындысына арналған әкімдік отырысы өтті. Осы әкімдігін осы бірінші жарты жылдықты қорытындылау отырысын бастаймыз. Бүгінгі отырысқа облыс әкімінің орынбасарлары, департамент басқарма басшылары, аудан қала әкімдері, құқық қорғау органдары, қоғамдық ұйымдар мен мекеме басшылары, бұқаралық ақпараттық құралдарының өкілдері шақырылды. Кеңесте облыстың әлеуметтік экономикалық дамуы, бюджеттің атқарылуы қаралып, алдағы міндеттер айқындалды. Кәсіпкерлікті дамыту, инвестиция тарту барысы кеңінен талқыланды. Сонымен қатар құрылыс қарқынын арттыру, жылыту маусымына дайындық, елді мекендерді селден қорғау және ауыл шаруашылығы саласын ілгерілету күн тәртібіндегі басты мәселелердің бірі болды. Осы ретте аймақ басшысы тиісті мекемелерге тапсырма беріп, алда атқарылуы тиіс міндеттерді белгіледі. Бұл туралы газетіміздің 21 шілде сейсенбі күнгі санындағы Гүлзат Байқоныстың мақаласынан оқи аласыздар. Апта ортасында облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев Талғар және Еңбекші Қазақ аудандарына іс-сапармен барып, тұрғындарға қолайсыздық тудырып отырған проблемалық нысандарды аралады. Не жұмыс жоқ, не өздерінің адамы жоқ, ең ақыры осындайға келіп тұрмыз. Много нареканий по качеству. Ну, по качеству, если нарекания, то все переделать надо будет же. Вот это что, как двери ставили, это же, хуже никуда же. Даже квартиры такие не ставят уже. Қайда қарасыңдар? Ең алдымен аймақ басшысы Талғар ауданы Нұра ауылында орналасқан номер 12-ші орта мектепке және Белбұлақ ауданындағы номер 10-ші орта мектепке барып, кешеуілдеп жатқан құрылыс барысын көзбен көрді. Бесағаш ауылындағы ауыз су мәселесіне назар аударып, Тұздыбастау ауылындағы сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту және жаңадан салу жобасымен танысты. Аймақ басшысы сапарының соңында Түрген өзенінде салынып жатқан жаңа көпірге де барды. Бірнеше апта бұрын толассыз жауған нөсер салдарынан Түрген суы арнасынан тасып, өзен арқылы өтетін көпір шайылып кеткен еді. Бұл нысан 2024 жылы апатты деп танылған. Бүгінде жауапты мердігер анықталып, көпір қайта қалпына келтірілуде. Қараша айында көпір толығымен пайдалануға берілмек. Бұл турасындағы материалды оқу үшін газетіміздің 23 шілде бейсенбі күнгі санына назар аударыңыздар. Жұмыс бітіпті, енді ауыл әкіммен бірлесіп халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Гарантийный ретінде. Полностью переподключение жасалса, бағанағы сұрақтар бәрі өзімен өзі басылады, шешіледі. Облысымызға іс-сапармен келген Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров облыс орталығы Қонаев қаласында халықпен кездесу өткізіп, Еңбекші Қазақ Талғар аудандарына барды. Облыста қош келдіңіздер. Агроөнеркәсіптік кешенінің даму барысы мен жаңа бастамалар қарастырылып, өзекті мәселелер талқыланып отырады. Сондай-ақ газетіміздің сенбілік нөмірінде мезет арнайы беті жарық көрді. Онда кезінде қазақ ауылдарының тәлім тәрбие бесігі болғаны, кешірім сұрай білу кішіліктің белгісі, қыз қоғамның айнасы екені туралы жастарға ой саларлық мақалалар басылды. Табиғат тамыршысы деген тақырыпта ақын, филология ғылымдарының директоры профессор Бауыржан Жақыптың өлеңдеріне талдау жасалды. Осы және өзге де танымдық мақалаларды оқыңыз келсе, Алатау арайымен бірге болыңыздар. Темпы экономического роста Алматинской области по итогам первого полугодия позволили региону войти в тройку лидеров страны. Объем привлеченных инвестиций увеличился на 18%, достигнув 532 миллиардов тенге. Итоги социально-экономического развития за первое полугодие обсудили на заседании областного акимата под председательством главы региона Марата Сұлтанғазиева. Экономика области за 6 месяцев выросла на 14%. Основным драйвером остается промышленность, прежде всего обрабатывающий сектор. В регионе продолжают открываться новые производства, действующие предприятия увеличивают мощности. До конца года объем промышленного производства планируется довести до 2 триллионов тенге.
На 22-м километре автодороги международного значения Алматы-Бишкек дан официальный старт капитальному ремонту участка с 19 по 27 километр. В результате четырехполосную трассу расширят до 8 полос. Это должно увеличить ее пропускную способность и сократить заторы на одном из самых загруженных направлений алматинской агломерации. В церемонии приняли участие представители руководства Алматинской области и города Алматы. Открыл торжество первый заместитель акима города Алматы Алмасхан Сматлаев, подчеркнувший, что этот проект реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он направлен на развитие транспортной инфраструктуры и повышение пропускной способности данного участка дороги. О важных новостях региона и о многом другом читайте в номерах газеты «Агни Алатау». Апта сайын өтетін таза бейсенбі акциясы бұл жолы ерекше форматта өтті. Өңір тазалығы үшін еңбек етіп жүрген тазалық сақшыларымен ашық кездесу ұйымдастырылып, олардың ұсыныстары мен мәселелері тыңдалды. Амастыр ма? Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Бүгін таңертең көріп, жұмыс қалай ұйымдасқан екен, соны бір қарай салайын деген. Апта сайын білесіз, бізде бейсенбілік таңертең өтеді. Бүгін осы жерде өткізейік деген. Енді әрине туристерден өтінеміз. Артынан жинап кетсін деп. Кездесу нәтижесінде жағажай аумағында темекі шегу мен тамақтануға арналған арнайы тегін орындар ұйымдастыру туралы шешім қабылданды. Бұл бастама демалушыларға қолайлы жағдай жасап, тазалықты сақтауға және балалар қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Тазалық баршамызға ортақ жауапкершілік. Өңіріміздің көркеюіне үлес қосып жүрген еңбек адамдарына әрдайым құрмет көрсетейік. Осылайша өңір өміріндегі елеулі оқиғалар мен өзекті жаңалықтарға арналған кезекті шолуымыз өз мәресіне жетті. Алматы облысындағы маңызды бастамалар мен жаңалықтардан хабардар болу үшін Алатау арайы, Агни Алатау және Алатау Ньюс ақпарат алаңдарын тұрақты түрде оқып, бақылап отырыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.